Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін бізде математиканың 6-шы сабағы, тақырыбымыз тригонометриялық теңдеулер. Яғни біз тригонометриялық теңдеулерді шығаратын боламыз. Жақсы. Олай болса, негізгі ұғымдармен танысайық. Тригонометриялық теңдеуде негізгі ұғымдар. Бірінші, тригонометриялық теңдеу. Тригонометриялық теңдеу дегеніміз ол айнымалысы бұрыш болатын теңдеу. Оған бір мысал келтірейік. Мысалы бізге айтады: синус x тең болады түбір асты 3 бөлінген 2. Көріңіздер ғой, яғни біздің айнымалымыз x болып тұр. Осы x-тің мәнін табу керек бізге. Бұл бізде тригонометриялық теңдеудің мысалы. Жалпы шешім деген ұғым бар. Жалпы шешім ол барлық шешімдер жиыны болып табылады. Яғни периодтылықпен n тиісті z-пен өрнектеледі екен. Ары қарай интервалдағы шешім деген ұғым бар. Ол деген берілген аралықтағы түбірлер. Мысал ретінде 0-ден 2 пиге дейінгі аралығы. Мысалы айтады: 0-ден 360 градусқа, яғни 2 пиге дейінгі мәндерін тап дейді. Ал бүгін осы есептерді шығаратын боламыз. Ал олай болса бастайық. Периодтылық принципімен таныс болайық. Периодтылық принцип деген не? Жалпы егерде бір кез келген функция берілген, мысалы синус x болсын, косинус x болсын, бәрібір, ол периодты болса, периоды t деп белгіленеді. Онда fx функциямыздың мәні fx тең болады s x0 қосылған k көбейтілген t периоды болады екен. Алдыңғы сабақта біз таныстық қой. Синустың, косинустың периодтары қандай еді? Синус пен косинустың периодтары 2π еді, яғни 2π. Демек 360 градус сайын мәндері қайталанады. Ал тангенс пен котангенста периодтары не еді? Екеуінде периодтары π болған еді, естеріңізде болса. Периодтық деген жалпы осы. Жақсы, олай болса, синус x тен a теңдеуін қарастырайық. Мысалы бізге айтады, осындай теңдеу береді: синус x тең болады бір сан дейді. Белгісіз бір сан a деген. Осы x-тің мәнін табу керек. Ендеше оқушылар, бұның әртүрлі тәсілі бар. Жазатын, біз оны x тең болады арк синус a қосылған 2πn деуге болады, немесе x тен π минус арк синус плюс 2πn десек болады. Және де немесе екінші тәсіл балама жазылыс арқылы қоюға болады. Негізі екеуі де бір мағынаны білдіреді, бірақ біз көбінесе балама жазылыппен шығаратын боламыз. Яғни мына формуланы қолданатын боламыз. Мынаны жазып алыңыздар, қараңыздар. Синус x тен a деген берілсе, x тең болады минус 1-дің n дәрежесі көбейтілген арк синус a қосылған πn дейді. Мына балама формуланы жазып алыңыздар. Ал олай болса, бір мысал көрейік. Мысалы бізге айтады: синус x тең болады мысалға түбір асты 3 бөлінген 2. Ал олай болса, мына теңдеуді шешеміз. Сонда x тең болады минус 1-дің n дәрежесі көбейтілген арк синус арк синус a, a-мыз неше? Түбір асты 3 бөлінген 2, қосылған πn. Бұл балама тұр. Кеттік, ендеше орындарына қоямыз. Тең, минус 1-дің n дәрежесі тұра береді, өзгеріссіз. Көбейту арк синус түбір асты 3 бөлінген 2. Енді қараңыздар оқушылар, түбір асты 3 бөлінген 2 бізде синустың қандай бұрышында болады? Әрине 60 градуста түбір асты 3 бөлінген 2 тең, кестеге қарап шығаруға болады. Сонда 60 градусымыз бізде π бөлінген 3 қосылған πn. Осы жерде n-іміз z-ге тиісті. Яғни, оқушылар, сіздерге синус x-тен түбір асты 3 бөлінген 2 деген теңдеу берсе, біз жауап ретінде мынаны қабылдаймыз: минус 1-дің n дәрежесі көбейтілген π бөлінген 3 қосылған πn. Бұл жерде n-нің орнына кез келген санды қоя беруге. Мысалы 1-ді, 2-ні, 3-ті, кез келген бүтін санды. Түсінікті ғой, бұл синус x-тен a теңдеу еді. Ал косинус x-та сәл басқаша. Қараңыздар. Бізде косинус x-тен a болса, x-ті табатын екі жол бар. Яғни x-тен плюс минус арк косинус a қосылған 2πn. Бұл жалпы шешімі. Олай болса, бір мысал қарастырайық. Мысалда берілген косинус x тең минус 2-ден 1 дейді. Косинус x тең минус 2-ден 1. Енді косинус x бізде қашан минус 1-ге тең болады?
кестеге қараймыз. Кестені ашып қойдым. Сіздер де ашып қойып қарап отырыңыздар. Косинус x те бізде минус 2-ден 1, ол 2π бөлінген 3 градуста болады екен. Шетіне жазып қой, 2π бөлінген 3, яғни 120 градуста минус 2-ден 1-ге. Және қай градуста? Мен қарастырамын. Және 200, так. Яғни 4π бөлінген 3-те 240 градуста, яғни 4π бөлінген 3-те минус 2-ден 1-ге тең. Кестеге қарап отырған жоқсыздар. Кестемен шығарамыз бұны. Ал олай болса, жалпы шешім жазайық. Косинус x те минус 2-ден 1. Сонда x-ті табатын болсақ, тең бізде косинус x ол бізде 120 градуста минус 2-ден 1 болды, яғни 2π бөлінген 3. Периоды косинус x-та 2πn ғой, сондықтан 2πn деп жалпылама шешімін қосып қояды міндетті түрде. X тең 2π бөлінген 3 қосылған 2πn. Ал екінші ол 240 градуста минус 2-ден 1, сондықтан 240 градусымыз 4π бөлінген 3 қосылған 2πn деп жаза саламыз. Түсінікті ғой, яғни біздің x-тің екі түрі жауабы бар. Біріншісі ол 2π бөлінген 3 қосылған 2πn, екіншісі 4π бөлінген 3 плюс 2πn. Бұны біз кестеге қарап арқылы шығарып отырмыз. Міндетті түрде x-тің екеуін де мәнін табу керек. Ары қарай тангенс альфа тең а, тангенс x-тен а және котангенс x-тен а теңдеуі. Бұл өте қарапайым. Бізде тангенс x тең а болса, x-ті табу үшін мына форманы қоя саламыз. Арк тангенс а қосылған pn. Өйткені оның периоды π болған еді. pn. Периоды косинуста 2π болды, сондықтан 2πn, тангенста π болғандықтан pn бола салады. Мысал көрейік. Мысал, тангенс x тең 1 дейді. X тең арк тангенс 1, арк тангенс 1, жадам, арк тангенс 1 қосылған pn. Кеттік. X тең тангенс қай градуста 1-ге тең? Кестелеріңізді қараңыздар, бізде 45 градуста, яғни π бөлінген 4-те 1-ге тең. Сонда біздің жауабымыз π бөлінген 4 плюс pn деп қалдыра салады екен. Бұл жерде n-міз z-ге тиісті. Бұл сонда жауабымыз π бөлінген 4 қосылған pn болады. Котангенс с де дәл сондай. Котангенс x тең а болса, x тең арк котангенс а қосылған pn бола салады. Түк қиын емес. Тангенс пен котангенс өте қарапайым. Ал синус пен косинуста жаңа қарадық, сәл формулалары басқаша. Олай болса, бір мысал есепті қарастырайық. Бізге айтады, синус x тең 2-ден 1 деген есеп берілсін. Жазып қоямын. Синус x тең 2-ден 1. Біз оны балама шешім арқылы шығарайық. Қалай еді бізде x тең минус 1-ден n дәрежесі көбейтілген арк синус а, яғни a-мыз 2-ден 1 болды, қосылған pn. Болды. Қай кезде бізде синусымыз 2-ден 1-ге тең? Әрине 30 градуста, сонда x тең минус 1 көбейтілген n. Көбейтілген арк синус 2-ден 1-дің орнына 30 градусты қоям. Ол бізде π бөлу 6-ға тең. π бөлу 6 қосылған периоды pn деп жазамыз. Бұл бізде балама шешімі болып табылады. Немесе ұқсар оның екінші түрлі жауабы бар. Ол қалай десеңіздер, міне. Ол π бөлу 6-да 2-ден 1-ге тең. Және 5π бөлу 6-да 2-ден 1-ге тең. Сондықтан біз x1 тен әр бастапқы нүкте 30 градус, әр 360 градус сайын қайталанады деп айтамыз. Және де x2-міз 5π бөлінген 6, яғни 150 градуста, ол 2-ден 1, яғни 150 градус плюс 2πn деп те қалдырсақ болады. Оқшылар, негізі мұна 2 жазу ол 1. Яғни біз жауап минус 1-дің n дәрежесі π бөлі 6 плюс pn десек болады. Немесе x1 мен x2-ні жеке-жеке тапсақта болады. Ол екеуі бір мағынаны білдіреді. Біріншісі бізде балама шешім, екіншісі жалпы шешім болып табылады. Ары қарай интервалда шешу әдісін көрейік. Біз алдымен жалпы шешімін жазамыз, сосын берілген аралыққа, яғни интервалға қоя саламыз. Мысалы, айталық синус x тең 2-ден 1 деген жаңағы теңдеу. Біз айттық қой жаңағы жауабын x тең π бөлінген 6 қосылған 2πn болды. x1-міз, x2-міз қандай градуста? 5π бөлінген 6 болды, 5π бөлінген 6 плюс 2πn. Бізге айтады,
0 мен 2π арасындағы мәндерін тапты. Яғни x бізде 0-ден 2π-ге дейінгі аралықта жату керек дейді. Ал олай болса, қалай шығарамыз бұл есепті? Бұл есепті қараңыздар. Біз бастапқы жазбаларын, формуларын жазып қойдық. Пи бөлу 6-да 0-ге тең болады, және 5π бөлінген 6-да 0 болады. Тең есе алады. Енді бұл есепте n-нің орнына бүтін сандарды қойып шығамыз. n-нің орнына бүкіл сандарды қойып шығамыз. 0-ден бастап 0, 1, 2 қоя береміз. Есебіміз шыққанша. Сонда алдымен n-нің орнына 0 қойып. Сонда x1 тең жазамын. x1 тең π бөлінген 6 қосылған 2 көбейту π көбейтілген 0. Енді 0-ге кездеген санды көбейтсек 0 болып кетіп қалады. Сонда π бөлу 6, иә. Болды, сонда x1-іміз π бөлу 6-ға тең. Келесі пиді n-нің орнына 1-ді қоям енді. Сонда π бөлінген 6 қосылған 2 көбейту π көбейтілген 0 емес, енді 1 тең. Қараңыздар, π бөлу 6 30 градус. Қосылған 2π көбейту 1, яғни 2-ге π-ді көбейтсем 360 градус. 30 градус қосылған 360 градус, ол бізде қанша? 390 градусқа тең. Енді қараңыздар, 390 градус мынау 0-ден 2π деген аралыққа кіре ме? Әрине кірмейді, 2π дегеніміз ол 360 градусқа дейін. Сондықтан 390 градусымыз жауабымызға кірмейді. Енді екіншісін тексерем. x2 тең болды 5π бөлінген 6 плюс 2π. Дәл осылай алдымен n-нің орнына 0-ді қоям. Сонда x2 тең 5π бөлінген 6 осыған 2 көбейту π көбейтілген n. n-нің орнына 0-ді қоя саламын. 0 бәрімен қысқарып кетеді, 5π бөлінген 6 келеді. Ол бізде 150 градус, 360 градустан кіші, сондықтан жауап ретте қабылдай аламыз. Өйткені 360-тан кіші, 5π бөлінген 6. Келесі n-нің орнына 2-ні қояйық. Сонда x2 тең x2-ның 5π бөлінген 6 қосылған 2 көбейту π көбейту 1. n-нің орнына 1-ді қоямыз. Тең 5π бөлу 6 деген 150 градус қосылған 2π дейді, яғни 360 градус. 150-ге 360-ты қоссам, ол оқушылар 2π-ден асып кетеді, сондықтан бұлдың жауабы қандай болса да бұл аралыққа кірмейді бұл жауабымыз. Болды, бізде 2 ғана жауабымыз бар. X-іміз қандай нүктелерде? π бөлінген 6 және де 5π бөлінген 6 деген жауаптар ғана кіреді екен. Яғни синус x тең 2-ден 1, ол π бөлу 6 30 градуста және 5π бөлу 6 150 градуста ғана болады екен мына аралықта. Келесі, көп бұрышты бұрыштар есептері болу мүмкін. Ол қалай десеңіздер, қараңыздар. Синус kx тен a. Яғни осыған дейін синус x тен a-ны қарастырып қойдық. Бұл жолы синус kx тен a дейді. Бір мысал көрсетем, бірден түсінікті болады. Қараңыздар, мысалы сіздерге синус 2x тең мысалы 2-ден 1 деп берсін, жақсы. Синус x тең 2-ден 1. Біз бағана x деп шығардық қой, бірақ осы жолы 2x деп шығарамыз. Сонда 2x тең болады. Қалай формуласы? Балама жазуын жазайық. Минус 1 n дәрежесі арк синус 2-ден 1. Яғни қай кезде 2-ден 1 болады синус? π бөлу 6-да, π бөлу 6 қосылған pn. Болды. Ендеше көп бұрышты бұрышта x-тің алдында қандай сан тұр? 2 деген сан тұр, Ол бөлшек теңдіктің ар жағына бөлу болып бара салады болды. Сонда x тең болады минус 1-дің n дәрежесі π бөлу 6-ны 2-ге бөлем. Пи бөлу 6 30 градус қой. 30 градус 2-ге бөліп тастасам 15 градус, яғни бөлімін 2 есе арттыра салсам болады. 6-ны 2-ге бөлсем 12. Пи бөлінген 12 плюс pn-ді де 2-ге бөліп тастаймын. Сонда бізде pn бөлу 2 бола салады. Болды, сонда біздің жауабымыз синус 2x тен 2-ден 1 болғандықтан 2-ге бөліп тастадық. Соңғы жауабымыз минус 1-дің n дәрежесі көбейтілген пи бөлу 12 плюс pn бөлу 2 деп жазады екенбіз. Олай болса, тағы да бір мысалды қарастырайық. Косинус 3x тен 2-ден 1 деген мысалды қарастырайық. Кеттік. Косинус 3x тен 2-ден 1. Негізінен, қараңыздар, косинус, былай еді ғой, косинус x тен a-ның формуласы, x-тің формуласы бізде плюс минус арк косинус a қосылған 2πn еді. Яғни бұл негізгі формуласы. Сонда біз мына есепті қалай шығарам? Косинус 3x тен 2-ден 1 дегенді x емес, бізде 3x қойсаңға 3x тен плюс минус арк косинус
арк косинус 2-ден 1 қосылған 2 пи н дейді. Қосылған 2 пи н. Сонда 3х-тен, так, плюс-минус тұра береді. Арк косинус 2-ден 1. Косинус қай кезде бізде 2-ден 1-ге тең? Әрине 60 градуста, я. Сондықтан 60 градусымыз пи бөлінген 3 қосылған 2 пи н болатын. Бірақ та бізде x-тің алдында 3 тұр, я. Сондықтан теңдіктің ар жағында барлық сандарды 3-ке бөліп тастай саламыз. Сонда x тең плюс-минус пи бөлінген, так, 3-3-ке көбейіп 9 болып кетеді. Пи бөлінген 9 қосылған 2 пи н-ге де 3 бөліне салады. Болды, сонда біздің жауабымыз x-тен плюс-минус пи бөлі 9 плюс 2 пи н бөлі 3 бола салады екен. Тағы да бір мысал. Тангенс 2х-тен 1 дейді. Жазам. Тангенс 2х-тен 1. Осы жерде 2х-ті табу үшін не істейміз? Формуласы арк тангенс 1 қосылған пи н, я. Қай кезде бізде тангенсіміз 1-ге тең? Әрине пи бөлі 4, яғни 45 градус. Плюс пи н, периоды пи болған. Болды, x-ті табу үшін 2-ге бөле салам. Пи бөлі 4-ті 2-ге бөлсем пи бөлі 8. Осыған пи н-ді де 2-ге бөле салам, сонда пи н бөлі 2. Болды, сонда біздің жауабымыз пи бөлі 8 плюс пи н бөлі 2 бола салады екен. Қарапайым, я. Келесі, енді бізде мынандайда есептері болуы мүмкін. Ол есептерді шығару үшін көбейтіндіге келтіріп шешу арқылы анықтайды екенбіз. Қараңыздар, мысалы бізде fx көбейту jx деген екі функция беріледі. Осы екі функцияның көбейтіндісі тең 0 дейді. Онда біз не істейміз? Онда біз fx тең 0 және jx тең 0 деп екеуін жеке-жеке шығарады екенбіз. Ол қалай? Мысал ретінде бізге мына мысал беріпті. Синус x көбейтілген 2 косинус x минус 1 тең 0 дейді. Оны қалай шығар? Оны шығару үшін біз көбейтіліп тұрған сандарды жеке-жеке 0-ге теңестіру керек. Сонда синус x тең 0 деп теңдеуді шығарам, және де 2 косинус x азайту 1 тең 0 теңдеуін шығарады екен. Өйткені жақшаның мынау 0-ге теңесу керек. Кеттік. Енді синус x тең 0 біз білеміз, ол қай градусқа 0-ге тең? Тек қана синусымыз 0 градуста 0-ге тең, кестеге қарап шығарсақ. Сонда синус x тең 0 градус қосылған пи н. Немесе 0 градус жазбай-ақ қойсақ та болады. Жай ғана тең пи н деп қалдырасақ болады. Синус үшін таптық. Енді келесі 2 косинус x азайту 1 тең 0 дейді. Ол қалай? Ол мына теңдеуді келтіріп алу керек біз алдымен. Минус 1 теңдіктің ар жағы не болып барады? Ол плюс болып барады. Сонда 2 косинус x тең 1. Косинус x табу үшін 2 көбейіп тұр, ол не болып барады? Ол бөлу болып барады. Яғни 1 бөлу 2, яғни 2-ден 1. Косинустың формасын қарайықшы. Косинустың формасы не еді? X-тен плюс минус арк косинус а қосылған 2 пи н. Сондықтан X-тен плюс минус арк косинус 2-ден 1. Қай кезде бізде 2-ден 1-ге тең? Әрине 30 градус, яғни плюс минус пи бөлінген 6 плюс 2 пи н. Болды, сонда бұл есептің жауабы, құрметті оқушылар, пи н және де плюс минус пи бөлінген 6 плюс 2 пи н бола салады. Яғни екі жауапты біз біріктіре саламыз. Бұл біздің соңғы жауабымыз. Түсінікті ғой. Келесі. Мысалы, мына есеп шығарайық. Тангенс x тең минус 1 дейді. Минус санары көйік. Тангенс x тең минус 1 деген есепті шығарайық. Біз тангенс x тең минус а болатын болса, x тең жай ғана минусты алдына шығара саламыз. Сонда минус. Қай кезде бізде тангенс 1-ге тең? Әрине 45 градус, яғни минус тұра береді. 45 градус ол бізде пи бөлінген 4 қосылған периоды пи н. Болды, сонда периоды пи н бола салады екен. Түсінікті ғой. Ал егер де сіздерге айтса, оған не берсе, аралық берсе, мысалы, тангенс x тең минус 1, мына аралықта тап дейді. Минус пи бөлінген 2 мен, мысалы, 2 пиге дейінгі барлық, жақсы 2 пи көп өкөдет, 2 пи емес, мысалы, пи бөлінген 2. Минус пи бөлі 2-ден пи бөлі 2-ге дейінгі аралықтағы мәндер тап деу мүмкін. Сол кезде не істейміз? Сол кезде жаңағы айттым, n-нің орнына бүкіл сандарды қойып шыға салады. Сонда x1 тең
Так, минус пи бөлінген 4 қосу pn. N-нің орнына алдымен 0-ді қоямын. Қысқарып кетеді, минус пи бөлі 4. Бұл минус 45 градус, мына аралыққа кіреді. Жауаптарын жазып отырамын бірден. Минус пи бөлі 4. Келесі, x2, так, n-нің орнына енді 1-ді қоямын, 0 деген. Минус пи бөлінген 4. Соған pn, яғни пи көбейту 1. Тен. Неше болады? Так, минус пи бөлі 4 ол бізде минус 45 градус. Қосылған пи, яғни 180 градус. Азайтатын болсам бізде 135 градус шығады. Ал 135 градусына пи бөлі 2-ге дейінгі аралыққа кіре ме? Әрине кірмейді. Оны асып кетеді. Сондықтан оны жауап ретінде алмаймыз. Болды, n-мізді арттыруды тоқтатамыз. Жауабы сонда тек қана минус пи бөлінген 4 бола салады. Қарапайым, n-нің орнына әртүрлі сандарды қоямыз. 0, 1, 2 кіргенше. Келесі, так, мына жаттығу, біз оны қарадық. Синус x көбейту 2 косинус x минус 1 деп. Және косинусын бізде жазудың екі түрлі жолы бар, яғни косинус x-тен 2-ден 1 болған кезде x-тен пи бөлінген 3 плюс 2 пи десек те болады. Және 5 пи бөлінген 3 плюс 2 пи десек болады. Және де плюс минус аркосинус деп те жазуға болады, неде? Так, солай жазғырам. Так, қараңыздар, косинус x 2-ден 1 бізде пи бөлі 3-те. 6 емес, мұнда 3 дейсіздер. Жақсы, келесі мына есепті шығарайық. Мысалы, бізге айтады, 2 синус квадрат x азайту 3 синус x қосу 1 тен 0 дейді. Сонда 2 синус квадрат x азайту 3 синус x қосылған 1 тен 0 дейді. Ол кезде оқушылар қалай шығарамыз? Ол кезде, так, синус x-ті біз бір әріппен алмастыру керек. Синус x-іміз мысалы a болсын. Жақсы ма? Сонда 3a квадрат, так, 2a квадрат азайтылған 3a плюс 1 деген теңдеуді шығарып алуымыз керек. Енді бұны біз алдағы уақытта квадрат теңдеуді қалай шығару екенін көретін боламыз. Қазірше мен жауабын жазып қойын. Сонда a-мыз бұл жерде 2-ден 1 болады. Және де a-мыз 1 болады. Қарасаңыздар, a-ның орнына 2-ден 1 немесе 1-ді қойсақ, 0 шығып тұр. Қалай шығаратын алдағы уақытта, келесі уақытта мен көрсетемін. Так, жақсы. Ендеше жалғастырамыз. Сонда синус x тен 2-ден 1 болуы мүмкін дедік, және де синус x тен 1 болуы мүмкін дедік. Екеуінің жауабын соңында біріктіре салады екенбіз. Болды, осы. Ал, құрметті оқушылар, бүгін біз тригонометриялық теңдеулерді шығарумен таныстық. Сіздерге барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Ендеше осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабаққа жүздескенше қош, сау болыңыздар, аман болыңыздар.